Балалар, бүгін біз тәжірибе барысында, бірінші тақырыбын айтып өтейін, бізде бүгін тақырыбымыз лава шамдары. Бізге ол үшін не керек? Ыдыс керек, су керек, жақсы, май керек, дәрі керек, қышқылы керек және бояғыштар керек, солай ма? Осы заттар арқылы біз қазір лава шамдарын жасайтын боламыз. Бірге жасаймыз ба? Біз суды аламыз, судың түсі қандай? Мөлдір, ол түссіз болады және иіссіз болады. Осыны біз ыдыстарға құйайық. Қазір біз осы суға түсті бояғыштарды қосамыз. Қане қасықтарды алыңдар. Бояғыштарды аламыз, қане қосамыз. Ішіне бояғыштарды алыңдар. Суға саламыз, араластырамыз. Әркім өзіне. Араластырамыз. Түсі, суымыздың түсі өзгерді ма? Қандай түс болды? Жасыл болды, көк, қызыл, сары түс болды. Енді қараңдар, мен мына сұйық майды аламын. Және құямыз. Араластырмаймыз. Жеңіл, су, ауыр. Сондықтан май екеуі араласпай, судың бетіне май қабып шықты. Енді осыны қараңдар. Біз қалай лава шамдарын жасаймыз? Ол үшін бізге таблет натрий карбонаты бар және сода бар. Сондықтан біз оны қазір осы ыдыстарға саламыз. Қане аламыз. Ұстап тұр, аламыз. Енді осы таблеткаларды салдар балдар, өздеріңе салдар. Қандай лава шамдары, қандай түрлі түсті әдемі болды,